Түркістан облысында қар мен жаңбыр суларының салдарынан бірнеше аудандар мен қала көшелері ағын суға толғаны белгілі. Күрт еріген қар арыс жұртында әбігерге салды. Атап айтар болсақ, өткен түні стадион, Южный мөлтек аудандары тұрғындарының аулалары еріген қар суына толған. Толығырақ алдағы бейне үзікте. Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекованың тапсырмасымен өңірдегі арналар мен каналдар тазартылып, тиісті жұмыстар жүргізілген болатын. Дегенмен өткен түні Қабылсай жырасының стадион мөлтек ауданынан өтетін тұсындағы су мөлшері шегінен асып, үй аулаларына жайылды. Алайда қала әкімдігі 44-859 әскери бөлім сарбаздары мен қала тұрғындарының ұйымшылдығының арқасында қызыл судың бағыты қала ішінен таралмай өз орнына түсті. Көктемгі апаттың алдын алу үшін 200-дей әскер жұмылдырылған. Олар қазіргі уақытта күн-түн демей жұмыс жасауда. Еріген қар суы қала ішіне жайылмау үшін сарбаздар 10 мыңға жуық қапты топырақпен толтырып, су арнасынан шығу қаупі бар аймақтарға қойып бекітті. Мәселенің мән-жайын бақылауда ұстап отырған шаһар басшысы Гүлжан Мамытқызы қашанда бірлігін жоғалтпаған қала тұрғындарына өз алғысын білдіріп, дайындық жұмыстары әлі де қызу жүріп жатқандығын жеткізді. Бұл судың келетін күннің күрт жылитын бәрін білдік. Сол тапсырмаға сәйкес өзіміз дайындық жасадық. Және бүгін осы судың ойлағаннан да көп келді біздің жоспарымыздан. Сосын бүкіл халық болып бір ауыздан бірге жұмыс жасап, міне барлық аман есен өтті. Қазір кез келген жағдайға дайынсыздар, яғни сіз сөзіңізге сенсек, жалпы эвакуациялауға адамдарды на всякий случай деп айтады ғой. Қанша көлік, қанша бір эвакуациялық орталық дайындап қойдыңыздар? Бізде эвакуациялық орталықтар, мектептеріміз, жатақханаларымыз дайын, көрпе-төсекте бәрі алынып қойған дайын. Сосын кейін біздің қаламызда 14 автобус жүреді. Ол 14 автобус күнде графикпен жүреді. Бір мезетте 14 автобуспен тасуға да дайынбыз. Оған дайынбыз, бірақ эвакуацияға болмайды деймін. Өйткені қазіргі таңда осы 60-70 сантиметр су төмендеді. Одан кейін қазір жарты сағат сайын қарап жатырмыз, меткі жасап қойғанбыз, су тек төмендеп жатыр. Соған қарап уже азаяды. Сондай-ақ қала әкімнің орынбасарлары бастаған әкімдік қызметкерлері төтенше жағдай бөлімі мамандарымен бірлесіп тасқын суды өткізетін Қабылсай жырасының стадион мөлтек ауданынан өтетін тұсындағы жағаларын құм салынған қаптармен бекітіп, су қашыру жұмыстарын тоқтаусыз жүргізуде. Қазіргі уақытта су деңгейі 1 метрдей төменге түскен. Судың деңгейі және елді мекендерді қарғын судан сақтау жұмыстары тұрақты қадағалауға алынып, төтеншеліктер жағдайды бақылауда ұстап отыр. Жұмай Мабызбай, Сұңқар Бакеров, Арт ТВ жаңалықтары.